Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айзада. Бүгін мен сіздерге дәмі ерекше, өте дәмді болып шығатын мамусяй тамағының рецептімен бөлісетін боламын. Сіздерде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Ең алдымен мен қамырымызды илеп аламыз. Ұнымыздың үстіне майымызды құйып, тұзымызды салып, ашытқымызды салып, жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырып алып, суымызды құйып, қамырымызды илеуге кірісеміз. Неге осылайша барлықтан әдемілеп илеп ашқанша қойып қоямыз. Подлебін жасауға кірісеміз. Қазанымызға майымызды құйып, жуамызды салып, және де помидорымызды салып, жақсылап тұрып, әдемілеп тұрып, қуырып аламыз. Үстінен томатымызды салып, әдемілеп қуырып алып, осылайша фаршымызды салып, үстінен тұзымызды және бульонымызды салып, әдемілеп қуырып алғанымыздан кейін жақсылап піскесін үстінен сәбізімізді және перецімізді салып, жақсылап тұрып қуырып алу үшін суымызды құйып, осылайша әдемілеп пісіріп алғанымыздан кейін үстінен картошкамызды салып, әдемілеп тұрып араластырып, су құйып алып, тұзы татымды ма, татымды емес пе барлықтарын біліп алғанымыздан кейін жақсылап тұрып барлықтарын араластырып алып, бетінен суымызды құйып, әдемілеп тұрып пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз ашып, әдемілеп дайын болды. Осы қамырымызды осылайша етіп, өте қалың қылмай, мен жұқа қылып жайып алдым. Неге ұнымызды сеуіп, әдемілеп тұрып, барлық шеттерін бір-бірдей етіп жайып аламыз. Неге осылайша барлық жайылған қамырларымызға әдемілеп тұрып, осылайша қылып, барлықтарын өстіп кесіп аламыз. Қамырларымыздың барлықтарына бір-бірдей етіп, осылайша қылып, сұйық майымыздың барлықтарын жағып шығамыз. Мантабаркымызды ең алдымен жақсылап тұрып майлап алғанымыздан кейін барлық қамырларымызды осылайша қылып, барлықтарын салып аламыз. Қамырымызды осылайша әдемілеп тұрып пісіріп аламыз. Мінекей біздің қамырларымыз өте әдемі болып пісті. Орталары ешқандай да жабысып қалмайды. Ортасына подливымызды салып жей беруге өте ыңғайлы болып, әдемі болып шықты. Неге осылайша қылып, бетіне подливымыздың барлықтарын салып аламыз. Дәмі өте тәтті, ерекше болып пісетін. Бүгінгі біздің тамағымыз дап-дайын болып шықты. Сіздерде жасауға кеңес беремін. Өте дәмді әрі керемет болып шығады.